Армысыздар, Арайлы Арқалық YouTube каналының көрермендері, біздің жерлестер. Кеше Арқалық қаласының әкімі Әмірхан Біркенұлы Асанов Западный кентіндегі Дорожная көшесінің тұрғындарымен кездескен болатын. Тұрғындар көптеген мәселелерді көтерді. Сол мәселелердің ішінде ең өзекті мәселелердің бірі ол сол кенттің қасындағы свалка мәселесі. Яғни көптеген тұрғындар осы свалканың қоқыс қабылдау уақытын, яғни жұмыс кестесін өзгертсін, кішкене ұзартсын деген тілек көтерді. Онымен қоса жаңағы свалканың маңайындағы қоқыстар туралы мәселе көтерген болатын. Сондықтан осы мәселелерге жауап табу мақсатында мен бүгін Тазарту Арқалық жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Қаратай Нұрманов ағамызбен тілдесуді жөн көріп отырмын. Ассалаумағалейкум аға. Армысыздар. Аға, кеше ғана осы тұрғындар свалка мәселесін көтерген болатын. Жалпы свалка тазартуға қарайды ғой, сол свалканың қабылдау уақыты, ережесі, талаптары, тарифі және қасындағы жетпей сіздердің маңайыңызға төгіп кететін азаматтармен күрес жолдарын айтсаңыз, сөз кезегі өзіңізде. Армысыздар. Ол үлкен мәселе. Бұл қаладан, мен айтып отырмын, өзімде байып отырғанның бірімін. Осы қаланың өркендегенін, өскенін, одан кейін қайдан өшіп қайта тірілген барлығының тірі куәгерінің бірімен, 2 рет ашылып, 2 рет жабылғанда. Осы қалалық комсомол комитетінің қызметін бастаған осы жерде ағаш егуден, қаланың тазалығын әр бейсенбі сайын көшеге шығып тазартып, осы қала совет кезінде де жақсы таза қаланың есебін санатында болатын. Ал енді біздің жаңағы свалка деп отқанымыз полигон, мына қоқыс жинайтын, қоқыс төгетін орын, ол бізге әкімдіктен жалға берілген. Ол бұрынғы кен орны, ол орын өте жақсы, қолайлы, басқа қалаларға қарағанда үлкен шұңқырға итеріп түсіріп жатамыз. Ал енді оның жұмыс кестесін өткен жолы жаңа поселкесінде Нағалпы дейміз ғой, сонда да көтергеннен кейін біз күндізіне ашып қойдық. Негізі біздің ол жерде күзетші тұрады, қай уақытта да барса, кеш болса да оны қабылдайды. Ол жай сөз, өтірік сөз, жалған сөз. Түнгі күзетшіге рұқсат берілді, ақшасын төлеп төгуге болады. Әр біздің қалалық мәслихаттың бекіткен тарифі бар, қоқыстың кубометріне. Егер біз алып кететін болсақ, бір кубы 2700 теңге, ал өздері алып келетін болса, өзінің көлігімен 924 теңге құрайды бір кубы. Сосын әр кузовқа қарай бөліп қойғанбыз. Кішкентай машинаның кузовы 53-тікі, ЗИЛ-дікі, КАМАЗ-дікі арай кете береді. Сондай ол жұмыс істеліп жатыр. Өткенде айтылғаннан кейін, енді тағы да жұмыс кестесіне тағы да рұқсат берілді бұрын күзетшілерге. Біз таңертең сағат 7-тен істейміз ол жерде. Таңғы 7-тен, кешкі 7-ге дейін істейміз. Анау контролер, өзі штатный контролер отырады. Ал одан кейін күзетші қабылдай алады. Аға, онда егер де күндіз-түні қабылдайтын мүмкіншілігі болса, осы ворота жабылып тұрады, құлттап тұрады, кілт бастықта деп кеше тұрғындардың біреуі айтқан болатын. Сол жаңа қақпаға сіздің номеріңізді жазып қоюға бола ма екен? Егер сұрақтар туындаған кезде сізге хабарласа алатын. Осы әңгіме туындалғаннан бері, бүгін мен қазір тапсырма бердім. Оның жұмыс кестесі жазылып жатыр, оның анау төлейтін тарифі жазылып, ертеңгілеміз. Оның астына бүкіл телефондарымызды, телефон нөмірлерімізді, менікін, мастердікін бәрін жазып қоямыз. Өте жақсы. Ыңғайлы болады бәріне. Егер кіргізбей жатса, маған телефон шалсын. Мен өткенде Амангелді тойда жүрсем, маған телефон шалып отыр, кіргізбей жатыр деп. Бәрі ақшасыз кіргізсіз келеді. Ақша төлегісі келмейді. Мәселенің бәрі сонда. Ал енді қаланың тазалығыменен, көрінеуге төккеніне мен күресе алмаймын, ол менің жұмысым емес. Оған санэпидстанция бар, учаскелік полициялар бар. Солар істеу керек. Ал енді жаңағы Западный кентіңізде айналдырған 25 адам ғана шартқа отырды. Ақша төлемейді. Сонда да қазір кестелі түрде біздің трактор прицепіменен аралап өтетін әрбір бейсенбі сайын күні бар. Сол күні бүкіл көшені, әсіресе жаңа шартқа отырған үйлерге барып
қоқыстарын алып кетеді. Көбісі айтады, бізде қоқыс жоқ дейді. Айналайындар ау, жаңа туған нәрестеден бастап қоқыс пайда болады. Жаңа туған нәресте, үлкен адам түгіл. Бұл деген жалған сөздер ғой. Осында да үлкен мекемелер бар, бізбен шартқа отырғысы келмейді. Экологиялық жөнінде кодекс бар, қаланы таза ұстауымыз керек. Ол өзіміздің денсаулығымыздың кепілі. Жоқ, біз шашуға құмармыз. Біздің осы қалада келе жатса, көшеде жүреді ғой біздің адамдар, жинап сыпырып. Мәшиненің ішінде келе жатып, ішкен сусының бөтелкесін лақтырып жібереді. Жеген анау балымыздағы әлде басқа бір тәттілердің қалбырын, қағазын лақтырып жібереді. Оны біз жинап жүрміз ғой. Осы қала басқа қалаларға қарағанда, мен де қаланың біразын аралаймын, елді мекендерді. Біздің қаламыз олардан кем емес. Қазір мынау жылуға байланысты кішкене лайланып кетті. Сыпырып жатамыз, түнде сағат 2-де шығып сыпырамыз біз. Енді қолдан келген еңбегін істеп жатырмыз. Сосын біздің қала тұрғындарын ойлайды, әкім тазарту керек, әкім алу керек. Біз жекеменшік мекемеміз, біздікі бизнесіміз осы қоқыстан тапқан табыспенен күн көреміз. Бір ғана полигонды сақтап қалу ұстап үшін 19 миллион ақша керек. 19 миллион. 30 миллиондай жалақыға төлейміз. Сосын біздің техникаларымыз ескі, соларға жанармай, басқа саймандарын алғанда біраз қаражатымыз кетіп жетті. Бұл жерде мен алимент құрылыс мекемесінің басшысы Абай Қоспановна рахмет айтамын. Әрқашанда біздің қолымызда қойып, өзінің гаражына бізге техникасын, жүк тиегішін, басқа да жүк таситын көліктерін беріп тұрады. Аға, енді жақсы айттыңыз, аға. Тазалық ең біріншіде өз тұрғындардан басталу керек, мәдениеттен басталу керек. Әдемді сөз бар ғой, таза жер дегеніміз ол жаңағындай шашпаған жер деп атаймыз. Енді жаңа басында мен сізге ашық диалог болсын деп айтқан болатын, сіз келістіңіз. Сондықтан да полигоннан бөлек бірнеше сұрақтар қойсам, қала тұрғындарын қызықтыратын. Ең бірінші, аға, осы тазарту мекемесінде қанша адам жұмыс істейді, орташа жалақысы қанша? Бұл бізде өзімізде штатқа текті 41 адам. Онан қалды мынау әкімнің бізге беріп отқан Сарыбайкеге жүретін жұмыссыздардан 22 адам. Осы адамдармен біз тазалық ұстап отырмыз. Оның ішінде жүк тиегіштер, механизаторлар. Біз сосын мынау бұрынғыдай емес, басшы қызметкерлерді мейлінше қысқартып, оған қосымша жалақы төлеп, процентін 2 жұмысты бір адамның мойнына жүктеп отыр. Мен келгенде былтыр біздің орташа жалақымыз 67 мың теңге болған. Біздің контролерларымыз, жүк тиеушілер, грузчиктер, механизатордың алып жүргені сол 60-70 мың еді. Мен келгенде 3 рет көтердім, қазір ең премия алатын болса, үйтетін болса 160 мыңға дейін кетті. Ал жалпы орта есеппен 130-135 теңге алып жүр. Бұрынғы басшылар несін бітіргенін білмеймін. Мен де финансты қараймын. Мен өзім 18 жыл миллиардтаған ақшаны жұртқа үлестіріп, зейнетақысы мен жәрдемақысын төлеген адаммын. Ол финанс менің стихиям ғой, қарасаңыз. Сондай жағдай бар. Аға, енді тазартуға байланысты көптеген сұрақ туындатады. Неге жаңағындай кейбір жерлерді жинамайды, неге жаңа контейнерлер толып тұрады? Осы мәселеге түсінік беріп кетесіз бе? Контейнерлер кейбір кезде шынында толып тұрады. Сол қандай себептерден? Ол мен таңғы жұмысым сағат 6-да басталып, осы бүкіл контейнерлерді аралап шығамын. Біз жұмыс күні бүкіл контейнер тазартып шығамыз. Ал енді біз кеткеннен халық тағы да көп төгеді. Халықтың біздің бір жаман қасиеті бар, контейнерге жетпей алыстан лақтырады, апарып ішіне салмайды. Маңайын толтырып кетеді. Оның бәрін тазартып отырмыз. Қазір таңда 4 техника жүреді, күнде. 4 техника жүріп, соны тазартып отыр. Мен енді біз тазартып кеткен жерде тазалықтарын көріңіздер, барлығы түсіріліп алған, бізде суреттер де бар. Ал енді біз кеткеннен кейін тағы бір санасы төмендеу адам келеді, төгіп тастайды, шашып кетеді. Оны маңғалды біздің контейнерде ит шашады, құс шашады, мысық шашады. Қалдықтан алып. Сол енді әрбіреуін таңертең кешке дейін ұстайтын менің жағдайым жоқ. Оның әкімінде жағдайы жоқ. Біз жеке
мекеме емес. Біз осы бизнесімізбен тапқан ақшамызбен күн көріп отырмыз. Айына, жылына 30 миллион жалақыға кетіп отыр. Сондықтан енді айтып отырмыз, техникамыз өте тозған, ескі. Кейбіреулер бізде 83 жылғы машинамыз бар. Оны да қалпылдатып жүргізіп қойып отырмыз. Өйткені техникасыз қазір жағдай қиын. Тағы да айтамын ғой, алимент құрылыс мекемесінің басшысы Абай Қоспанұлына көпте бір рахмет. Осы банкротқа кеткенде осы мекемені әкімшілік алдыртқан ғой қанатының астына. Сол кісінің арқасында бұл мекеме болып қалды. Ал енді сонымен қоса әкім дейді, әкімнің тендер ойнатады. Кейбір жұмыстарды тіпті контейнер тазартуға өткенде күлкіміз келеді. Қызылордадан бір өтіп алған бірінші мектепті, Әулиекөлдің бір шаруашылық өтіп алған крестьянский хозяйствосы. Мынау мені Жігер стадионын бір таксист ұтып алған осы жерден. Не техникасы жоқ, не полигоны жоқ. Оны ол кезде біз жинамай қойдық. Енді ақшасын неге олар алу керек те, мен жинауым керек. Сонымен қоса қаланың аялдамалары бар. Бұл аялдамаларды мен жинап жүрсем, ақшасы онда бір ұтып алып, ақшасын олар алып жатыр, жинаушы мен отырмын. Көшедегі орны, мынау парк, сквер, оның шөбін шабу, оның анау қойған орындаларын жинау біздің адамдар өздері шыдамайды, барып алып кетеді. Мен айтамын, біздің қалада біраз тазалық бар деп. Көшедегі орталықтағы скверлердегі урналарды тазарту сіздің неңіз бе, жауапкершілігіңіз бе, әлде жаңағы сырттан келген азаматтарды ма? Ол тендермен кім ұтып алды соларды? Дәл қазіргі кезде ол анау мысалы Қазпочтаның алдында мен кеше көрдім, урналар қойып тұр. Ол сіздердің қателіктеріңіз бе, или ол басқа компания жауапты ма? Мен жинатып жүрген. Содан кейін білсем, оны бір адамдар ұтып алыпты, оның ақшасы алып жатыр. Мен содан кейін оларды тоқтаттым. Аялдаманы, мынау жаңағы Пошаның алдындағы скверді, анау үлкен саябақтағы оның адамдары бар. Оған әкімнің қаралған ақшасы бар, тендермен алған ұтып. Енді ұят таза, кейбір мынау 3-ші мектепте бір бала ұтып алып келіп тұр, маған күлді. 1 миллион 85 мың тендерін, ол 300 мың қойып ұтып алған ғой. Бірақ рет апарып тастаймын, 100 мыңды машина жалдаймын, 200 мыңды қалтама саламын деп. Міне істің түрі. Ол бізге бір жылдық обслуживание ғой. Иә, ол эмиссия дейміз біз. Еще экологияға біз үлкен квартал сайын, 90 сайын 6 миллион ақша төлейміз. Бұл 18 миллион жылына. Бұл осы экологияға эмиссия деген бар. Онан қалдық косвенный налог нелер бар, салықтар. Оны төлеп бізде ешқандай салықтан, ешқандай жалақыдан бүгінгі таңда бір тиында қарызымыз жоқ. Аға, енді жаңағыны өзіңіз айттыңыз, жекеменшік деп, мекеме деп. Бірақ жаңағындай кейбір дерек бойынша мемлекеттің де үлесі бар. Сол туралы нақты айтып кетесіз бе? Жалпы мемлекеттің үлесі бар ма бұл компанияда? Ол компанияда мемлекеттің бір тиында үлесі жоқ. 100% ол жекеменшік. Бұның 75%-ын осы біздің алимент құрылыс алған, 25%-ы бір Алматыдан бір әйел алды дейді, оны көргенде жоқпын, білгенде жоқпын. Түсінікті. Аға, соңғы уақытта Новый кентінің тұрғындарының тарапынан жаңағыдай көптеген қоқысқа байланысты шағымдары түсіп жатыр. Соған байланысты сіздер былтыр, мен білем, арнайы жаңағыдай репортаж түсірдік, мәселені көтердік. Сіздердің айтуыңыз бойынша ешкім договорға, яғни келісім шартқа тұрғысы келмейді, халық жаңағындай, сондықтан да көшеге лақтырады. Бірақ та кейбір былай локально алуға бола ма? Мысалы, Новый кенттің барлығы емес, бір көшенің тұрғындары егер де жаңағындай келісім шартқа отырса, сіздер ол кісілермен жұмыс істейміз деген. Әлбетте, егер бізбенен шартқа отырса, тіпті кейбір осындағы үйлер бар, жеке үйлер. Бір жәшікті алған, 2700 теңгесін төлейді, біз алып кетіп тұрамыз. Қаланың ішінде бар, кейбір сол кенттердің ішінде бар. Ал енді біз жаңағы Западныйында 25 үй, Нақалыңызда, Новыйыңызда 2-3 адам қой деймін. Отырмайды, ақша төлемейді. Бізде қоқыс шықпайды деп адамға бетімізге сөйлейді, сонда қоқыс жасамайтын адам көрдің бе осы дүниеде?
дүние жүзінде олар нағыз біздің экологияға, халыққа жау адамдар деп есептеймін оларды. Неге мен оның сасып кеткен, бықсып жатқан, бүлініп азып жатқан нәрсесінің шығып жатқан неше түрлі газдарды иіскегім керек. Ол менің денсаулығыма, ол өзінің бала шағасының денсаулығына нұқсан келтіріп жатқан адамдар. Көршілердің. Жақсы аға, осы жерде сізге мындай сұрақ, кейбір тұрғындар жаңағындай комментарияға жазады, бізге ешкім келісімшартқа тұру туралы айтқан жоқ, егер де олай айтылатын болса, біз келісімшартқа тұруға дайынбыз дегенде кейбір азаматтар бар. Егер ондай азаматтар болатын болса, қайда бару керек? Және де егер жиналыс өткіземіз, сіздерді шақырамыз дейтін болсаңыздар, сіздер келесіздер ма? Жаңағындай сол келісімшартқа отырғызасыздар ма? Қалай болады? Біз ондай келісімшартқа әрқашанда дайынбыз. Біздің есігіміз ашық. Біз мынау абоненттік бөлімді әдейі мынау департамент деп жүр ғой, хақ орталықта ұстап отырмыз. Сол жерден кассамыз бар, төлемдер қабылдайтын. Онан қалды Северный кентінде біздің өзіміздің бас конторымыз бар. Онда да қабылдайды. Ал егер жаңағындай жүрмек деген сөзге мен сенбеймін, әкімнің есебінде. Әкім бірнеше рет аралады ғой, сіз де бізбен араладыңыз. Әр жерде барған сайын айтып жатыр. Міне Северный кенті, олар кішкене түсіністікпен қабылдап, олардан адамдар шартқа отырды. Оларды біз кестелі түрде келіп, жаңа қоқысын алып кетеміз. Ал мынау Нахалка, біз новый дейміз ғой. Нахалка енді атына сай ауыл. Бүлегісі келмейді. Аға, енді сіздерде торговый представитель сияқты бір маман бар ма? Жалпы аулаларды аралап, өзінің қызметін ұсынатын. Яғни маркетингке сондай бір бекіттіңіз бе? Бізде 2 адам бар штатта. Олар сол жаяу, біреуі бүкіл жеке тұлғаларды, жаңа кенттерді, үйлерді аралайды. Екіншісі мынау әрбір сауда нүктелері бар ғой, шағын бизнес, солармен жұмыс істейді. Енді бұның ішінде де бір сізге парадокс айтайын. Осы қаладағы мен жақсы білетін, ауқатты, үлкен бизнесмендер бар адамдар төлемейді. Осы сіз жағана айттыңыз, қалада беделді, ауқатты, танымал азаматтардың өзі сіздермен келісімшартқа отырғысы келмейді. Қалай ойлайсыз? Ол себебі неде? Білмеймін. Енді бизнес деп жүргендер айтады ғой, тиын теңгені құрайды, теңге миллионды құрайды. Соны ойлайтын шығар. Сол есептеп. Қарағанда орысша айтқанда жадность дейсіз ғой. Жадность қой. Енді өз қаласына, өз ауласына, енді өзінен шыққан боқтық-қоқтығын жинамай, анау басқа ақша төлеп отқан, анау аулада тұрған жәшіктерге барып төгеді. Оны анау сол жердің тұрғындары соған ақшасын төлеп отыр ғой. Заң бойынша оларды міндеттеу мүмкін емес пе? Оларды сол үшін айыппұлды келісімшарт жоқ мекемелерге айыппұл берілмей ме? Білмедім, қазір анау санэпидстанция деген бар ғой, соларда олардың құзырында болу керек, болмаса учаскелік полицияларда болу керек. Оған арыз жазу керек. Алардың маған жазған арызы да бар. Ана мекемеге. Мен адамдарымды жібердім, контролерлерімді. Сөйлескісі келмейді. Бір жерге жіберсем, мен сенімен сөйлесемін, мен қаратаймен сөйлесем деп айтады дейді. Енді мен әрбірмен сөйлесуге менде қолым тие бермейді. Бірақ мүмкіндігімше барып сөйлесем, түсіндірем, айтам, қала біздікі. Сен бір азғандай айына 1-2 мың төлесең, ештеңе кетпейді. Жылына бір 10-15 мың теңге алады. Қазір теңгенің құнын білесіздер ғой. Ол қаламыздың тазалығы. Ал біздің мекеме, анау жаңағы айтып полигонға 70 жылдан бері тіпті тоқ та бармаған. Ол жерге су құбыры келіп тұру керек. Міне биыл тоқты кіргіздік. Әкімге рахмет. 8 миллион ақша бөліп, соған тоқтартып қойдық, трансформатор қойдық. Міне енді және сол неде бір қалыпқа келіп жатыр дейсіз ғой. Келіп жатыр. Сол жерде қазір бейне бақылау бар менде. Жаңағы анау шулап жүрген әйел ашпады деген. Қай уақытта, қай күні бар деген. Мен соны қарай қоямын. Барды ма, біз ашпадық па. Сондықтан ондай орысша айтқаны голословный әңгіменің керегі жоқ. Дұрыс айтасыз. Аға, енді осы жерде айтады ғой, көптеген тәжірибелерді алған дұрыс дейді.
кейбіреулердің жақсы тәжірибелері болады. Рудный қаласында екі жаңағыдай қоқыспен айналысатын екі компания бар екен. Мен анда-санда қарап отырам. Ол кісілер жаңағыдай әрбір қоқыс төгетін контейнердің қасына камера қойып қойған. Сол камера арқылы жаңағыдай строительный мусор, крупногабаритный мусорлар болады, соларды лақтырған кезде немесе жаңағыдай сіз айтып жатқан проблема контейнерге барудың өзі біреуге машақат болып жетпей лақтырған кезде ол видеоларды алады да қалалық чаттарға жібереді. Осы мәселе бойынша алдағы уақытта сіздер негізгі хотя бы сол басты негізгі қоқыс алаңдарына камера орнату жоспарда бар ма? Сол арқылы бір тәртіпке келтіру. Жоқ, мен міне бүгін өзімнің базыма қойдым. Бейне бақылауды. Так орнаттым гаражыма, аулама, бәріне. Бүгін бірінші күн. Ал енді ертең анау неде бар? Абонент отделінде, кассамызда. Ол бұрын басқа еді, бұған жаңадан қойылды. Ал енді әрбір қоқыс жәшігіне бейне бақылаумен қоя алмаймын. Оны әкім сол аулаға қойып қойса, сол аулаға қойған бейне камераларды кішкене бір шетін бір көзіменен жаңағы қоқыс жәшігіне қойса, онда құба-құп болар еді. Біз де білер едік. Бірақ мынау тұрғындардың ішінде белсенді азаматтар бар. Анау 6-шы Тұмар деген дүкеннің жанында бар ғой, 6-шы микрорайонда. Сол жерде бір апамыз бар. Қырғидай тиеді. Сосын біздің адамдар құрылыс бәрі вайды, ремонттады, үйлерін әкелепті, диванын, креслосын, кілемін, кухонный гарнитурын бәрін лақтырып жібереді бізге. Ол бытовой мусор дейміз бе, ол крупногабаритный жаңа өзің айтып жатқан. Оған біз анау мусоровозға салынмаймыз. Оның іші ондайға есептелмеген техникамыз. Оған екінші жаңа тракторымыз бар, сосын жаңа алиместрде olan КамАЗымыз бар, тағы бір КамАЗды қайтадан құрап жатырмын, енді жаңадан мотор келдім. Енді сонымен алып кетеміз. Ал құрылыс материалдарын үй ремонттайды деп. Құрылыс материалына бізде лицензия жоқ біздің мекемеде. Құрылыс қалдықтарын біз қабылдау үшін, утилизировать ету үшін лицензия бол. Ол үшін бізде үлкен цех болу, оны дробить. Ондай жоқ. Ал енді амал жоқ. Биыл анау жаңағы западныйды айттыңыз ғой. Западныйды айтқаннан кейін үйіліп атқан қоқыс болды. Құрылыс материалдар болды. Сол әкімнің өтініші бойынша біз өткенде оны біз қабылдап алдық. Алып, сосын бір әйтеуір тұбыру болған кезде қазып тастаған шұңқырлар көп, соған итеріп көміп қойдым. Енді не істеймін, басқа амал жоқ. Қалаға мен де жаныма жетті. Ал енді қарап отырсаңыз, қаланың жан жағы тегіс қоқыс. Анау бұрынғы студгородок дейміз, соның ішіне өткенде барсам, оның бәрін свалка қылып жіберіпті. Оның алдында былтыр әкім ақша бөліп, анау Родинаның ар жағында төккен свалканы алдырды. Оны бір Қарағандыдан келіп, жаңағы тендермен тұрған бір адам апарып бізге төкті. Бізге сол, міне енді қазір тағы бір таңдағы үлкен мәселе болып тұр, үлкен құрылыстар жүріп жатыр, ремонт, жөндеу жұмыстары. Кешегі колледжі гуманитарлық, анау Горняк, анау музыка мектебім, анау сондайлардың мен жұмыс жасап жатырмын қазір. Олардың қоқысын қайда? Ол құрылыс материалдары. Ал егер мен алмайын десе, олар әкеледі қаланың әрбір бұрыш-бұрышына төгеді. Солай ма? Қаламыз онан сайын қоқыстанады. Аға, енді осы орайда құрылыс қоқыстарын қабылдау үшін лицензия алу жоспарда бар ма? Оны мен сөйлестім, жоспарлап көрмедім. Баған айтады, сен оған дробилкін көрме дейді. Ол үшін кәдімгі пласты өтетін. Ондай алу мүмкіндіктерің жоқ. Оған қайда көп ақша ғой. Менің жылдақ қабатым 69 миллион, 19 миллион жаңағы эмиссияға төлеймін. Анау нені жалақысы бар, анасы бар, тоғы бар, жанармайы бар деп кеткен кезде 45 миллион кетеді. Лизингке алуға болмай ма екен? Техниканы алуға болады, бірақ ондай ойда болды. Бұл үшін алғым бұрынғы қолданылған. Енді Абай Қосмаев біздің үлкен акционеріміз, сол кісімен ақылдасып едім, айтты, сен оған бармай қой, өзімнің гаражымнан деп, маған бір КамАЗ прицебін беріп тұр. Сосын үлкен абырал болып қалған кезде олардың жүк тиегішін ала қоямын, олардың анау
Қытайдың машиналарын ала қоямын. Ол жағынан қолдау бар дейсіз. қолдау бар. Аға, енді тағы да бір сұрақ. Жаңа ғана мен айттым, қоқыстардың кейбір кезде контейнерлердің толуы мүмкін. Сол демалыс күндері шығып, демалыс күндері алынбайды, жұмыс күндері алынады ғой, Жоқ, бізде күнде сенбі жексенбі алынады. Алынады. Сенбі, жексенбі, мереке деген жоқ. Ана биыл айтады ғой, жаңа жылда осы қалада 1-ші қаңтар күні қаланың әкімі менің техникам мен ғана жүрдім. Таңертең. Таңғы 7-тен бастап. Солай ма? Аға, бізде демалыс деген болмайды. Жақсы түсіндім. Аға, тағы да бір сұрақ. Қайырбек көшесінде мен 80-ші үйінде тұрамын. Дәл қарама-қарсысында бізде контейнерный алаңқай бар. Толып қалады. Неліктен деп ойлаймыз. Себебі мынау вагондардан келген проводниктер мусор төгеді. Соларды сіздер кішкене жазаға тартып, тәртіпке тарту мүмкіндіктеріңіз бар ма жалпы? Әлде ол проводниктер ме, әлде басқа адамдар ма? Енді тұрғындар солай айтады. Жалпы өзім бұның бір пойыздың басшысы осыдан бір ай бұрын ба маған телефон шалған Астанадан. Осылай маған контейнер бересіз ба, сізбен шарт отырайын. Сосын мен айттым, мен контейнер бермеймін. Ал анау сол жердегі базар бар ғой, ет сататын. Соның артында біздің площадка тұр ғой. Сол жердегі төге бер. Бізбен шартқа отыр. Пойыз келеді ғой, Астананың пойызы. Оған солай келісеміз деген, содан бұл хабар жоқ. Енді мен оны Астанаға қуып баратын жағдайым да жоқ. Ол маған жылына бір 20 мың төлейді екен деп. Ал енді сіздердің үйлеріңізді алдым. Өзі жер жақтан төгеді, енді былай айтсаң, жаңа біреудің қалтына тап жілік деген келмейді, бірақ бізде іскер деген екен бар өзінің коллегалары. Олар анау шөпті жылады да, сол контейнерге ұста алмайды, жанына тастайды әйелдері. Олардың техникасы өздері жинап әкетеді. Енді ол әкеліп провоцировать етеді, кәдімгі жанына лақтыруға. Айтып, жағалап жүремін мен осы күніне 2-3 рет айналатын кезім болды сол контейнерлерді. Мастерым айналып жүреді. Кәдімгі соның. Біз оны аса қатты қадағалаймыз. Қазір енді маңайлары езіліп жатыр. Енді осы алдағы жоспарда соның маңайына шебен бірдеңе тас төсеуіміз керек. Ол әкімнің жұмысы, әкім әрбір контейнерлердің басып, контейнер менікі емес. Анау былай точкаларда менікі емес. Оның ішіндегі мусорды алу үшін мен. Қалғанның бәрі әкімдікі, ЖКХ-нікі. Бірақ енді әкім тағы да нақтайын, әлеуметтік құрылысты өткеннен 8 борт неғып қойдым. Асфальт бетон заводының қалдықтарын сонымен төсеп алайын десем, қазір езіліп жатыр. Жақсы аға, енді соңғы сұрақ, жағана мен айттым, ашық сұрақтар болады деп. Ең көп талқыланатын, ең көп айтылатын сұрақтардың бірі тазарту жеке меншікте өткеннен кейін сапасы нашарлады деді. Осыған сіздің қандай жауабыңыз болады? Мен нансаң бұрын осы жерде өмір бойы тұрдым ғой. Бұның жұмысына аса назар аудармаған қазақ екенмін. Ал енді биыл демалыста Сәшкен, Сарыағаш, Алматы бардым. Олардың да жаңағы назарым қай жерде қоқыс жәшіктері, қай жерде жаңағы полигон, соны қарадым. Полигондар өртеніп жатыр. Алматының ішінде жергілікті кеше Астанада да солай. Көктал парк деген жағы бар екен, шөптер белуардан өскен тротуардың маңайы. Оны салыстыра алмаймын. Бұрынғы кезде сағатпен келетін біздің ертерек совет үкіметі кезде мусоровоз. Біз өз үйден жас кезіміз атып шығып, осы әулетімізді кезінде келеді бір жейтін кезім болып еді. Тамақ ішіп отқанда барып ана төкпесең, онда мусорный үйде алып қояды. А қазір мынандай площадка қойып қойды ғой, жәшік қойып қойды. Білмеймін, оны қалай оны сараптайтын, салыстыратын айта алмаймын. Бұрын болды деп, мен келіп бәрін көгертіп тастадым деп айта алмаймын, бірақ біраз дүние істелді. Тіпті өзіміздің офисіміздің өзі, мен айтамын, кіріп келгенде, бұл бұрынғы совхоз деді, совхоздың алдында колхоздың конторы деп кетті. Кіріп келе жатсаң, пол тесіліп аяғы кіріп кетеді. Ішінен шірік иіс шығып тұратын. Ол анау отырған сол жердегі қызметкерлердің денсаулығына қандай нұқсан. Қазір оның бәрін қырып тастап, евро дейміз ғой, сондай ремонт жасап отыр. Ішінде бұрын не болмаған. Жұмыстан кейін айтамын, душ істеп қойдым. Жұмысқа
кетерінде Қай жерде ол? сол өзіміздің базда, Базаларыңыз қайда? Северныйда келіп көріңіз. Айтамын, жұмыстан шыққаннан кейін жуынып, шайынып, тап-таза болып, әйелдің қойнына кіріп кетті деймін. Еңбек жағдайы бар дейсіз ғой. Жағдай жасап жатырмыз ғой. Мынау 1 сентябрьде 7 жұмыскеріме мектеп портфелін бердім. Қолдау, әлеуметтік қолдау дейсіз ғой. Әлбетте. Бүгін біздің бір жүргізушіміздің әйелі қайтты, оған профсоюзы бар, өзімізден ақша жинап, ертең апарып қолына тапсырамын, ертең жерге. Ондай жағы бар. Туған күн дегенге береміз, аздап әлеуметтік пакет ойластырып жатырмыз. Жақсы. Енді сөз соңында өзіңіздің қорытынды сөзіңіз біздің тұрғындарға айтатын сөзіңіз болса. Өзіміздің тұрғындардың бәрін де жақсы көремін. Мен осы Торғайдың бір бел баласымын. Осы жерден кетпей қалғанмын. 2 рет облыс ашылып, 2 рет облыс жабылғанда. Қала біздікі, қаланы жақсы көремін. Осы қаланың әрбір адамын көшеде жарқылап жатқанына қуанамын. Көшеміздің жарқырап тұрғанына қуанамын. Жылдан жылға қаламыз кішкене көркейіп келе жатыр. Соған бәріміз бірдей болып, бір кісідей атсалысайық. Өйткені бұл ортақ үйіміз. Есіктен табалдырықтан аттап менікі емес деген мидағы нәрсені дақтырып жіберіңіздер. Мынау жаңа қоқысқа төлейтін бір 2-3 мың теңге ақшаларыңызды қимай, одан сіздер де байып кетпейсіздер, мен де байып кетпеймін. Мен ол ақшаңызды сол қоқысыңыздың тазалығына, қаламыздың тазалығына жұмсаймын. Оны кәміл сендіре аламын. Құрметті көрермендер, бүгін бізде қонақта Тазарту Арқалық жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Қаратай Нұрманов ағамыз болған болатын. Кездескенше арайлы арқалығымыз гүлдене берсін. Сау болыңыздар.